Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптарының анасы. Бүгінгі видеода мен қадір түні жайлы айтатын боламын. Қадір түні араб тілінен аударғанда ләйләтул-қадр, қасиетті түн деген мағынаны білдіреді. Ораза айының соңғы күнінің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран кәрімнің Қадір сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түніне түсірілгендігі, оның 1000 айдан қайырлы екендігі, бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіндігі және таңға дейін тыныштық болатындығы айтылады. Қадір түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір риуаяттарға қарағанда Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні дегенмен Қадір түнінің дәл қай түн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Қадір түні бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше қасиетті түн. Араб тіліндегі қадір сөзінің мәні мән-маңыз деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бұл сөз құдірет деген мағынаны да қамтиды. Қадір түні пайғамбарымыздың үмбетіне деген сүйіспеншілігіне арналған. Илам Маликтің Муатат еңбегінде риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз алдыңғы үмбеттердің өмірлері көрсетілгендігін айтылған. Міне достар, бүгінгі видеода біз Қадір түні туралы айттық. Бұл түн ораза айларының ең соңғы күндерінің бірінде болады. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңырау шалын басыңыз. Келесі кездескенше.